Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы өнер таусылмас азық. Сенің білетінің мәтін мазмұнын әңгімелеу, сенің меңгеретінің шығарма мазмұнын түрлі баяндау тәсілдерін қолданып мазмұндау және жоспар құрып жазу. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын тапқыр болсаң тауып көр тапсырмасын орындайық. Мұқият тыңдаймыз. Исшіл ит емес, ұшады құс емес. Бұл не? Шидеген ұзын сирағы, тастай керең құлағы. Сөйтіп жүріп көп жерге аспалы торлар құрады. Бұл не? Жарайсыңдар балалар. Бірінші жұмбақтың жауабы шыбын. Екінші жұмбақтың жауабы өрмекші. Демек, балалар, біз өрмекші мен шыбынға қатысты шығармамен танысамыз. Алдымен қаламгермен таныс бол. Несіпбек Айтұлы ақын 1950 жылы Шығыс Түркістанның Тарбағатай аймағы Шәуешек ауданында дүниеге келген. Балаларға арналған «Қартаймайды күн неге», «Бөрі тостаған», «Құлын ойнақ» тағы басқа кітаптары бар. Балалар, бүгінгі сабағымызды аялдама әдісі арқылы жүргіземіз. Өрмекші мен шыбын. Неше түрлі өрмекті тоқыпты бір өрмекші. Өрмекшінің өнерін бопты шыбын көрмекші. Әдейі іздеп келіпті, келіп сәлем беріпті. Таңға жайып өрмекті тамашалап көріпті. Тапсырма, мысал өлеңдегі оқиға қалай басталады? Өрмекшінің өрмегі, шыбынның өнері, өрмекшінің өрнегін көруге келген шыбын. Екінші аялдама. Құтты болсын өрмегің, ерен екен еңбегің. Үйренейін деп келдім, болмаған соң ермегім. Өрмекші айтты, шыбыным, ермек деп жүр мұны кім? Осы өнердің соңында келеді өтіп ғұмырым. Тоқып келем ерінбей, қиындықтан жиренбей. Өрмектің әр өрнегі төккен маңдай терімдей. Ермек алданыш, уақыт өткізу, ғұмыр, өмір деген мағыналарды білдіреді. Тапсырма, шыбынның қай сөзі өрмекшіге ұнамады? Өрмектің әр өрнегі ерен еңбек екені. Өрмек тоқу ермек үшін керек екені. Келесі аялдама. Болсаң егер үйренер, күнде біздің үйге кел. Ерінбесең алдыңнан есік ашар қилы өнер. Бастамақ боп бұл істі шыбын дереу кірісті. Бірақ көпке шыдамай, бір қонды да бір ұшты. Шошаңдауын қоймады, оп оңай деп ойлады. Бір тоқып, бір отырып, өрмекпенен ойнады. Торға шығып ырғалды, бәлеге енді шын қалды. Шатасты да маталды, шықпастай боп шырмалды. Қилы, әр түрлі алуан деген мағынаны білдіреді. Тапсырма, оқиға қалай аяқталды? Шыбын өрмекшінің өнерін үйренді. Шыбын шатасып шыға алмай шырмауға түсті.
өрмекші мен шыбын дос болды. 4-ші аялдама. Мысал өлеңнің мазмұны бойынша жоспар құрып жаз. Мысал өлеңдегі оқиға қалай басталды? Оқиға ары қарай қалай дамыды? Оқиға қалай аяқталды? Сұрақтар берілген. Осыған жоспар құрамыз. 1-ші сұраққа өрмекшінің өнерін көруге келген шыбын. Қалған сұрақтарды өз ойыңмен толықтырып, жоспар құр. Келесі тапсырмасы: құрған жоспарың бойынша мазмұнын айт. Дескрипторы өлеңнің мазмұны бойынша жоспар құрады. Қатесіз жүйелі жазады. Құрылған жоспардан ауытқымай мазмұнын айтады. Салыстыр тапсырмасы. Өрмекшінің өнері суреттегі қай кәсіп түріне ұқсайды? Дұрыс айтасыңдар. Өнерлінің қолы алтын, тоқыма тоқу бұл да бір мамандық иесі екен. Балалар, бүгінгі сабақта шығарма мазмұнын баяндау тәсілін қолданып, қысқаша мазмұндадың. Қажетті ақпаратты таптың және тұжырым жасадың.